7 майдағы жігіттердің типтері. Короче, 7 май келатқан, біліп 5 май қызбен жүріп алам ғой. Ишак. Не береді екен? Қызым кеше не берейін деп сұрайды. Ұялып, қоя бер, ештеңе керек емес, қой деп қоясың ғой. По-любому бірақ бірдеңе үміттенесің. Үміттенесің. Хотя нәски болсыншы. Негізі бүгін біздің мереке емес қой. Отан қорғаушылар күні. Армияға бардың ба? Жоқ. Вообще қатысым жоқ қой. Братчике, бүгін сендердің емес, мына армияға барғандардың мейрамы ғой. Бар, биз алып кешпе. Оралда жүріп сыйлық саламайды ғой, Салам. Алыс қой, өзі келсе болды, соның өзі сыйлық қойын деп тұр ғой. Келе ме екен? Келеді шығар. Қызың не берейін деп жатыр? Білмеймін, кеше намекать етіп сторисқа iPhone суретін салып қойды. Қап намекать етесің. Бірақ алып бере алмайтын сияқты, өзі Samsung ұстап жүр ғой. Беті сынық па еше. Шахи, сенің көзіңе қарасам бір махаббат теңізін көргендей боламын. Қорықпа, бірақ мен жүзу білем. Сначала Герин, потом осындай келін. Шахризада, сен тура бір Дубай сияқтысың. Сені көбісі армандап жүр. Елек, сен үй тапсырмасы болсаң ше, мен сені күнде жасайтын едім. Ахуан кешір. Зарина, білесің бе, өмірде 3 затқа көз алмай қарап тұруға. Ағып атқан суға, жанып атқан отқа және маған. Чисто ауылдың темасы. Мына мен шығасың ба? Жоқ, шықпаймын. Өзіңнен кішкентай ерланнан қорқасың ба? Жоқ, шығамын. Мына мен ше, мына мен. Я шығам. Немен шығасың ба не? Ау, төде. Сен не қылшы? Серік кені барда бір тапа нан сұра. Кешке тамам мамам нан жауат, сөз әкеп беремін ма? Бачық. Ләпша, қалай жағдайыңыз? Жақсы жаным, өзің қалайсың? Неге жұмсап еді? Төде. Не қылып нан әкпедің ба? На, жоқ етер. Жоқ емес, сен есіне шыққан ғой, ишак. Кеше оңпақ киносын көрдің ба? Нандай жана, бәң қаттың ба? Папасы не Я саған тиіп қаяқ деген жалап өтті ғой, құмаша еу. Жапырақ қойып істейсің да. Қош. Аға, бұдан не көрінеді сонда? Кішкентайсың сені, не қыласың, жапшы. Қараңдаршы, пациент келді. Аты жөнін сұраймыз, жасын, аллерген анамнезін сұраймыз, шағымдарын сұраймыз. Одан аурудың тарихын сұраймыз, анамнез морби сұраймыз, зиянды әдеттерін сұраймыз. Тағы не қалды, нені ұмытып кеттік? Емдеуді ұмытып кеттік, опай. Арманың айдай алтын тұғыр, жеткізер ме майда қыбыр-қыбыр. Сенің бабник роднойың. Родной үйге барам да, короче, осы уақытқа дейін жүрген қыздардың аттарын жазып шығам ғой дәптерге. Дәптер толып қалады ғой. Бір айда 148 бала қызбен жүрген қойлаш. Айданамен жүріп атымын, білесің ғой. Альбина дейтін сестренкасы бар еді ғой. Айдана қалаға кеткен кезде Альбинамен жүріп аласың, ойлаш. Қуасың ғой, кішкентай ғой. Нормально, 17-тен асып жатыр ғой. Бірінші махаббат по-любому естен кетпейді шығар. Қумаш, даже өткен апта сөйлескен қыздар есімде жоқ менің. Бір рет машинасы бар қызбен жүріп алам да, бардошогын ашып, бүкіл сағызын ұрлап кеткенсің ана қызбен. Білмейді ғой. Брат, жаңа көп қызбен жүріп тастадың, күшті сесет шығарсың, шынымен. Базар жоқ, брат. Қыздар мақтайды сені. Родной бір рет датовой есіріп кетем да, 89-93 жыл қыздармен жүріп бастап кетем. Қай жылғысың өзің? 2000 жылғым бар, Родной, мен надомда бүкіл қызбен жүріп шыққам ғой. Орыс бар, татарка бар, Әзербайжан бәрімен ұлт таңдамай жүре берген. Брат, сен алдында Жандос деген досың бар ғой? Иә. Сол сен ана қызыңмен көрдім ғой, бұрын қызыңмен. Жүре берсін, досым ғой, роднойым. Сол бар ғой? Алдында қарызың сұрағанда ақша жоқ деп еді ғой? Иә. Кеше клубта көрдім ғой? Мен роднойым ғой, жүре берсін, демалсын, олды, шаршаған шығар. Еще сен ана жақсы көретін рубашкың бар ғой? Иә. Сонымен жүр клубта. Кие берсін, роднойым ғой, жуып береді ғой, қайтадан өзіме. Инстаграмнан кеше қарап отырсам, сене отписка жасап кеткен ғой? Кім, Жандос па? Иә? Ош, мал екен ғой, куыт мен отпискасы кеткен ғой?